прошлом году во время противопаводковых работ силами воздушной обороны совершено порядка 600 полетов. Эвакуировано и перевезено около 5500 человек. Перевезено более 235 тонн. Экипажи с первых дней паводков действовали на территориях Куртанайской и Актюбинской областей. Вертолетами Ми-171 и Ми-17 проводилась эвакуация жителей Зимово-Амангельдинского, Донгельдинского района города Харкова. Экипажами Ми-8 осуществлялась эвакуация жителей Харадубинского района Западно-Казахстанской области и Боевского района Актюбинской области. Бортами С-295 была организована перевозка личного состава МЧС из Алматы-Крайского грузов в Западно-Казахстанскую область, Северо-Казахстанскую область и Атыраускую область. Только силами военных летчиков из района Уил Актюбинской области на более 1000 пострадавших, из них более 200 доставлено свыше 21 тонны гуманитарной помощи. Ми-17 тікұшақтарының келесі тобын тікұшақ эскадрильясының командирі, бірінші сыныпты ұшқыш подполковник Ербол Несіпбаев басқарады. Орташа көп мақсатты Ми-17 өзінің әмбебаптығы мен жоғары ұшу техникалық сипаттамаларына байланысты әлемдегі ең көп таралған тікұшақ. Ол құрлық әскерлері бөлімдерінің ұтқырлығын арттыруға, әскерлерді қару-жарақпен қамтамасыз етуге, сондай-ақ көздеген нысандарды жоюға арналған. Бұл тікұшақтар таулы және жоғары температура жағдайында жауынгерлік тапсырмаларды орындайды. Әуе көгінде Ми-35М көп мақсатты соққы беретін тікұшақтар тобы. Бұл топты армия авиациясы, авиациялық эскадрильясының авиациялық оң командирі, бірінші сыныпты ұшқыш майор Дмитрий Тен басқарады. Боевой вертолет Ми-35М предназначен для огневой поддержки сухопутных войск на поле боя. Основными объектами поражения вертолета являются бронированная техника и живая сила противника. Ми-35 тікұшағында штурм 9М ханге қарсы басқарған зымырандары және әуе жет зымырандары мен зеңбірек қондырғысы бар. Ол навигация кешенімен және электрондық индикациямен жабдықталған. Астана аспанында әскери және азаматтық функцияларды орындайтын аты аңызға айналған Ми-8 және 2 Ми-171 тікұшақтарынан тұратын топ ұшып келеді. Топ жетекшісі армия авиациясы авиациялық эскадрильясы командирінің орынбасары, бірінші сыныпты ұшқыш майор Жанат Тұрмағанбетов. Ми-8 әлемдік авиация тарихындағы ең жаппай және сенімді тікұшақтардың бірі. Ол әлемнің 50-ден астам мемлекеті қолданады. Ми-8 и Ми-171 могут использоваться для высадки десанта и его огневой поддержки, подавления огневых точек, перевозки боеприпасов, оружия, грузов, продуктов, медикаментов, постановки помех, а также эвакуации раненых с поля боя. Әуе шеруін Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі авиациясының 6 тікұшағынан тұратын ұшу тобы жалғастыруда. Топты Асхат Әбдікәрімов басқарады. Топ құрамында 3 ЕС-145 және 2 Н-145 тікұшақтары бар. Барлық ұшқыштарының кәсіби тәжірибесі мол. Олардың жалпы ұшу уақыты 4000 сағаттан асады. Вертолеты МЧС предназначены для эвакуации пострадавших из зон чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий природных катастроф. Сіздер көріп отырған Ми-8 тікұшақтары ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы және терроризмге қарсы операцияларына қатысады. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын ұрыстық бүркемелеуді қамтамасыз етеді. Тікұшақ экипаждары күндіз-түні тауларда және су айдынының үстінде ұшудың барлық түрлерін орындауға дайындалған. Подполковник Тимур Сандыбаев басқарады. Сейт 200
295 ұшағы 9 тоннаға дейін жүкті 70-ге дейін мұндай қаруланған әскери қызметшіні тасымалдауға, сондай-ақ жанармай құюсыз 5000 шақырымға дейін қашықтықты ұшып өтуге мүмкіндік береді. Л-410 – это легкий многоцелевой двухмоторный транспортный и пассажирский самолет, предназначенный для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках и аэродромах с короткой взлетной полосой. Способен перевести до 19 пассажиров или 1800 килограмм груза на расстоянии до 1500 километров. Ол ұшақтармен Ақтөбе әуе қорғанысы күштері әскери институтының әскери көліктік авиация курсанттары алғашқы ұшу жаттығуларын орындайды. В воздухе над столицей группа самолетов Комитета национальной безопасности в составе военно-транспортного самолета Си-295 и в сопровождении двух патрульных самолетов Б-300 возглавляет группу летчик второго класса майор Алмаз Өмірхалықов. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің С-295 ұшақтары арнайы бөлімшелердің межелі орындарға жедел ауысуын қамтамасыз ету үшін тәулік бойы жауынгерлік И пролетает шестерка учебно-боевых самолетов Л-39. Группу возглавляет командир авиационной части летчик-снайпер полковник Азамат Асанов, награжденный медалью жауынгерлік ерлігі үшін. Екі орынды Л-39 оқу жауынгерлік ұшағы әуе күштерінің И боевые задачи высокопрофессиональные летчики военно-воздушных сил, постоянные участники проводимых на территории Казахстана, а также ближнего и дальнего зарубежья. әуеде Ту-154 ұшағы, онымен қатарласа 2 Су-30 СМ жойғыш ұшағы сүйемелдеп келеді. Ұшақ қорғаныс министрлігі басшылығының әуедегі басқару пункті болып саналады. Әуе кемесін подполковник Қанат Оспанов басқарады. Әуеде А-400 ұшағы келеді. Оған 2 Си-295 көліктік ұшағы ілесіп келеді. Әуе кемесін авиациялық эскадрилья, әскери көліктік авиациясы жасақ командирі 1-ші сыныпты ұшқыш подполковник Асылбек Жұмабаев басқарады. А-400М әртүрлі тапсырмаларды орындауға арналған көп мақсатты әскери көліктік ұшақ. Ол әскери тасымалдау, медициналық эвакуация, әуе десанты, гуманитарлық миссиялар, жету қиын жерлердегі операциялар сияқты маңызды қызметтерді атқарады. Аспанда роб ұшу тәртібімен жаңа аса маневрлі көп функционалды Су-30 СМ жойғыш